Түпкі сананың құдіреті екінші бөлім. Әңгімемді ары қарай жалғастырайын. Өмірімде бір қатты стресске түсіп кетемін. Сол стресстің әсерімен ойымның бәрі негативке кіріп кетеді. Ойлайтын бәрі негатив. Төменгі вибрацияға кіріп кетудің әсері болу керек. Таңертең жұмысқа бара жатып ойлайтынмын: қазір диспансердегі су таусылып қалады, маған проблемный пациенттер келеді, күнімнің бәрі ұрыс-керіспен өтеді деген сияқты осындай ойлар маза бермейтін. Таңертеңнен бастап ойлайтын негатив, күндіз сол жұмысқа барсам, қайтадан сол ойлаған, өзім программалағандай сол қайталанатын. Сол кезде білмеймін, осындай проработка, терапия деген сияқты болған жоқ. Мүмкін мен ізденбедім бе. Солай төменгі вибрацияға кіріп кетемін, ойымның бәрі негатив, өзімді программалаймын, өмірім осылай өтіп жатты. Бұдан кейінгі историяларды көрсеңіздер вообще шок боласыздар. Егер историям ары қарай жалғастырыңыз десеңіздер, жалғастырайын. Лайк басыңыздар, қолдаңыздар. Сіздерден кері байланыс күтемін.